Сіз және балаңыз туралы үлкен кітап. Түпнұсқа авторы Людмила Владимировна Петрановская. Атауы «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка». Кітапты мазмұндаушы Әйгерім Сәкенқызы. Жоба жетекшісі Елжас Ертайұлы. Бірінші тарау. 1 жасқа дейін. Бұл бәрінде бірдей басталады. Екі адам бір-бірімен тығыз байланысты. Ортақ қан, ортақ кіндік, ортақ ауа, ортақ қобалжу. 9 ай бойы өсу, өну, ғажайып өзгеру барысы және анасының денесінен бөліну үшін бірнеше ауыр сағатты бастан өткеру. Ана мен бала бір тұтас. Анасының көзі жасқа толы. Ол өзін шаршаңқы, бірақ қуанышты сезінеді. Баланың көзқарасы салмақты, ашық, шоғырланған. Бұл сәтте бала өзінің тағдырына, әлемінің бағдаршамына, өмірінің шамшырағы болатын адамның көзіне қарап тұр. Ол бұл адамның өз өміріне әсер ететінін сезгендей, анасының көзіне бар назарын салып қарайды. Осылай бала мен ананы кіндік сияқты байланыстыратын өмір басталады. Осы байланыс бауыр басу арқылы бала әлемге, өмірге, ашық ғарышқа шыққан ғарышкер іспеттес қадам басады. Бұл байланыс кіндіктен де терең, жүректен жүрекке жетеді. Ол сезімдер мен амалдардан, күлкі мен көзқарастардан, арман мен мақсаттардан тұрады. Ол барлығына ортақ болғанмен, бауыр басу байланысы әр ата-ана, әр бала үшін ерекше. Өмір мен өлім арасында. Еңгезердей кенгуру түймедей баласын дүниеге әкеліп, сөмкесінде асырайды. Төлі бірден қоршаған ортаға түссе, көп өмір сүре алмайды. Сол сияқты адамның баласы дүниеге келген кезде анасына мұқтаж болады. Ең қызығы, бала бұл байланыстың шарттарын бейсаналы түрде біліп туады. Бірінші ереже. Сен өз бетіңмен өмір сүре алмайсың. Жаныңда саған қамқорлық көрсетіп, тамақтандырып, жылуын сыйлайтын, сені қорғайтын ересек адамың болса ғана сен өсесің, дамайсың, өмір сүресің. Ал ондай адамың болмаса өмір жоқ. Баланың ересекке мұқтаж болуы өмірлік маңызды қажеттілік. Ол өлім мен өмір мәселесі. Бауыр басу бағдарламасы бұл жерде кенгурудың сөмкесінің рөлін атқарады. Бұл бауыр басу байланысы мидың терең бөліктерінде жатып, балаға сигнал береді. Біреуге тиесілі болмасаң, өлесің. Осыдан бауыр басудың өмірлік маңызы бар екенін көреміз. Екінші ереже. Егер ересек адамың сенің жаныңда болмаса, немесе саған қарай асықпаса, сен балақай берілме. Сен өмір үшін арпалысып жатсың, сондықтан айқайла. Келмесе қатты жыла, қаламаса мәжбүр ет. Ұмытса есіне сал. Ал егер оған сенімді болмасаң, ол сенің ересек адамың ба, сені өзімдікі деп санайды ма, сені жақсы көреді ме, осыны біліп ал. Егер бала өз ересегіне, арадағы байланысқа сенімді болмаса, ол байланысты растау үшін бар күшін салады. Бала үшін бауыр басу ауадай қажет болғандықтан, бала оны сақтап қалуға, нығайтуға тырысады. Жылаудың күші. Айқай жаңа туған баланың қаруы. Себебі өз аяқ қолдарына ие бола алмай отырған шақалақтың қолынан келетіні осы ғана. Ересектердің назарын аударту үшін бала жай жыламайды, ол шыңғырады, айқайлайды. Сырт көзге баланың шыңғыруы аса қатты естілмейді. Бірақ кез келген басқа шу мен дауыстарды елемей алатын болсақ та, баланың шырылдағанына бей-жай қарай алмай, жылаған дауысқа жанұшыра жүгіреміз. Бір қызығы, бұл тек өз баламызға ғана емес, бөтен балаларға да қатысты. Кейде алкоголь мен есірткі заттардың әсерінен қамқор болу инстинкті бұзылуы мүмкін. Сондай-ақ психикалық ауытқулар нәтижесінде баланың жылауы назардан тыс қалады. Бұл жаңа босанған әйелдердің қатты күйзелісінен де болуы мүмкін. Сонда да тарихта инстинктке бағынудан гөрі оны бұзуға тырыспақ болған жағдайлар орын алған. Мысалы 20 ғасыр басында дамыған елдерде пойыздарға дыбыс өткізбейтін бокстарды орната бастады. Бұл құрылғыларға жылай беретін нәрестелерді жатқызу көзделген. Бірақ жүректері жібіген қоғам бұл идеядан бас тартты. Әдетте 2 айдан асқан бала ата-анасын жыламай-ақ күлімдеп өзіне тартады. Кішкентай шақалақтың күлімдеуі ересектерді үлкен қуанышқа бөлейді. Бұл кезде ата-аналар баласының күлгенін көру үшін түрлі амалдарды жасауға дайын болады. Осыдан біз жаратылыстың заңдылығын көреміз. Өте ауыр еңбек болып саналатын балаға қамқорлық жасау осындай бақыт, шаттық сәттерімен марапатталады. Қылығы тәтті бөбеге ересектер тез бауыр басады. Көшеде келе жатқанда баланы көрсек болды, бейсаналы түрде оған қарай бар зейініміз шоғырланады. Жаратылыстан миымызға дарыған бағдарлама баланың қауіпсіздікте және ода бәрі жақсы екеніне сенімді бол деген сигнал береді.
Адамның миы кез келген баланы жақсы көруге бейімделген. Дүниеге келген сәби анасын даусынан, иісінен, сүттің дәмінен тани алады. Туыла сала дені сау шақалақ анасының көзіне қарайды. Бұл импринтинг, есте сақтау, баланың анасын есіне сақтау бағдарламасы деп аталады. Бұл бағдарлама жануарларда басқаша жұмыс істейді. Мысалы, марғауларды туғаннан ит асыраса, марғаулар итті анасы деп ойлайды. Егер адамда сондай бағдарлама болса, балалар дәрігерлерді анасы деп қабылдаушы еді. Балаға қаншалықты ана керек болса, соншалықты ана да баласына мұқтаж. Жаратылыстың мінсіздігі сонша, баланы емізбесе анасының омырауы толып, сыздай бастайды. Бала емген сайын жатыры кішірейеді. Анасы сәбиін иіскеп, аялап тыныштық табады. Осылай сезімдер оянып, ана баласына қамқор болуды мойнына алады. Өз еркімен жүре алмай, толығымен баланың құзырында болса да, ана бақытты. Осылайша бала мен ана арасындағы көрінбейтін байланыс, психологиялық кіндік, терең эмоционалдық бауыр басу сезімі орнай бастайды. Бұл байланыс бала мен әкесінің де, басқа қамқоршы туыстардың арасында да құрылады. Алғашқы 40 күн. Кейбір халықтарда дүние есігін ашқан сәби туралы айтуға тыйым салынған. Қазақта да баланы 40 күнге дейін ерекше күтімде ұстап, ешкімге көрсетпейді. Бұның себебі бұрынғы кезде көп таралған бала өлімінен қорқу мен көз тиюден сақтануда жатыр. Тек 2-3 айлық балаға ғана қазақ адам болып қалыпты дейді. Ал оған дейін баланы құрсағында 9 ай бойы қалай көтерсе, дәл солай біраз уақыт тек құшағына басып жүру маңызды. Баланы қолға үйрету мәселесі бүгінде оң көз қарас тапты. Ал кеңестік кезеңнің аналарына қиын болғаны анық. Баланың шыңғыруы өкпені ашады. Көтере берсе баланың омыртқасы қисаяды, жылап-жылап қояды деген сияқты кеңестерді алдыңғы дәуірдің аналары дұрыс деп білді. Жүректері қаншама жылыса да өз инстинкттеріне жол бере алмады. Кейін баланы уата алмадым деген өзін кінәлау сезімі гиперқамқорлыққа, алаңдаушылыққа, не баланың сезімін елемеуге келген. Баланың жан күйзелісін түсінбей, қойшы соны, өз мәселеңді өзің шеш, соған бола жүйкеңді жұқартпа дейді. Ал бала айқайлап өз ересегін шақыра алмаса, жаны жараланып, әлемге деген сенімі үзіледі. Бәрі жалған, ешкім көмектеспейді, менің күнім қараң деген ой санасына ұялайды. Баланы жалғыз тастап кету ата-бабаларымыздың ойына кіріп шықпас еді. Олар баланы үй іші болып бағатын. Балаға деген қамқорлық та, мейірім де оның бойына анасының құшағы мен әжесінің әлдиі арқылы сіңірілген. Баланы жетілдіру, данашыване, уақыты бір жағынан құрсақтағы қалпын есіне түсіріп, екінші жағынан бұл әлемге бірте-бірте үйренісуіне көмектеседі. Бала ана махаббатына тойуы керек. Дәстүрлі мәдениетті ұстанатын халықтарда анасы баланы тәй-тәй басқанға дейін құшағына алып, арқасына байлап алады. Ондай балалар 2 жасқа қарай өз еркімен жүруге талпынады. Ал қолға үйретілмеген балалар анасының соңынан қалмай әдетте жылауық болады. Ана сүтіне тойып, мейірім махаббатына қанған бала уақыты келгенде қолдан түсіп, дамудың келесі деңгейіне өтеді. Қажеттілік толығымен қанағаттандырылған уақытта адам оған байланбайды, ал сол қажеттілігін шектеген сайын мұқтаждығы арта түседі. Ол заңдылық. Егер баланың шырылдағанына жүгіріп келмесе, қолына алып жұбатпаса, қинап емізсе, бала жылауық мазасыз аурушаң болады. Анасы қолына алса да, дер кезінде келмегенін сезген бала жалғыз қалуға қорқып, анасын бар амалмен өзіне байлағысы келеді. Анасының алаңдауын, шаршауын, баласына деген ызасын сәби сезіп, тыныштала алмайды. Бауыр басу бағдарламасы диалог тәріздес. Баланың сұранысы: маған керексің, мен қорқамын. Ересектің жауабы: мен жаныңдамын, мен қорғаймын. Бірақ жауап алынбаса немесе жақтырмау, ыза арқылы берілсе, шаршадым сенен қойшы енді. Сұраныс тежеліп қалады. Қолға алу қажеттілігі қанағаттандырылмаған бала қолға сұрана береді. Қоршаған ортадан қорқады. Қолға тойған бала өз еркімен әлемді зерттей бастайды. Ең сүйкімді балақай. Баланы жетілдіру уақыты алғашқы 3 ай аяқталып, сәби адамға ұқсай бастағанда оның белсенділігі артады. Бала мен ересектер бір-бірімен аналық тілде сөйлей бастайды. Аналық тіл барлық халықтарда бар. Дауыс ырғағы көтеріледі, дауысты дыбыстар созылады, мимика қосылады, көп еркелету, уату сөздер айтылады. Барлығы сәбидің айналасында айналып жүреді. Бұндай қарым-қатынасқа баланың өзі мұқтаж және оны талап етеді де. Ересектер балаға оның өзі жайлы сезімі мен эмоциясы туралы ақпарат беріп отырады. Мынау кім? Бұл мақсат па? Мақсат деген ұлды білесіңдер ме? Иісі тәп-тәтті, алақаны жұп-жұмсақ.
Кішкентай сәби ересектер арқылы өз болмысын таниды, өзінің бар екенін, маңызды екенін біледі. Ересектер баланың айнасы іспеттес. Ол айна жылулық, қамқорлық сыйлайды, күлкі мен таңданысқа бөлеп, балаға сен барсың, сен маған керексің деген белгі береді. Осы белгілер арқылы бала өзінің бар екенін, айналасы оған қуанышты екенін, шартсыз махаббатқа ие екендігін сезініп, әлемге деген алғашқы сенімі пайда бола бастайды. Осы сенім адамның өз-өзімен қарым-қатынасына, өміріне әсер етеді. Алғашқы сенімнің құрылмауы күйзеліске, тәуелділікке алып келеді. Егер ата-ана салқындық танытса, немесе анасы босанудан кейінгі күйзелісте болса, қайғылы жағдай басынан өткерсе, шаршаңқы әрі ауру болса, немесе баланы тым ерте балабақшаға берсе, баланың әлемге деген негізгі сенімі қалыптаспауы әбден мүмкін. Егер баланың санасында мен бармын және бұл керемет деген сенім мықты орнатылса, бала сыртқы бағалауға тәуелді болмайды. Сын мен міне оны сындыра алмайды. Керісінше айтылған сын жеке ой ретінде қабылданып, оған зиянын тигізбейді. Мақтау да сол сияқты аса қажет болмайды. Себебі бала күнгі сен жақсысың деген ұғым дұрыс қалыптасқан. Ал берік негіз орнамай, бала сен біртүрлісің, сенің болмағаның жақсы еді деген қарым-қатынаста өссе, бейсанасы сынды шындық ретінде қабылдап, бала өмір бойы біреудің айтқанына, сыртқы жағдайларға тәуелді болады. Позитивті шағылысу, отзеркаливание. Сәбилікпен бітпей, балаға әрқашан оның маңызды, сүйікті екенін айтып отыру керек. Адамға осындай қолдау сын сағаттарда, дағдарыс кезеңдерінде аса қажет болуы мүмкін. Мысалы, бала ата-анасының түсіністігі мен қабылдауына өтпелі кезеңде мұқтаж болады. Позитивті шағылысуда анасының психологиялық эмоционалдық қалпы үлкен рөл атқарады. Оның сырқаттануы, шаршауы, жолдасымен керісуі, болашақ үшін алаңдауы, балаға қарауға күш берсе де, позитивті шағылысуға мүмкіндік бермейді. Ал анаға көрсетілетін көмек баласына қарап беру емес, керісінше баласымен тиімді уақыт өткізуіне жағдай жасау болмақ. Анамен бірге бақытты күндер. Ана бала жылағанда алғашқы жылы қанша рет жүгіріп барады? 2000, 10.000 рет. Күн сайын бір әрекеттер қайталанып, қамқорлық шеңбері қалыптасады. Бала жылайды, анасы жұбатады, бала тынышталады. Тұңғыш бала болса, ана мен бала арасындағы диалог бірден болмауы мүмкін. Уақыт өте келе анасы баласының жылауын ажырата алып, қажеттілігін оңай қанағаттандыра алатын болады. Қарны ашқан шақалақтың шыңғыруы өте өткір болады, себебі бала үшін аштық өліммен бірдей. Өмірлік тәжірибесі жоқ сәби көмекке шақырып шыңғырады, аузына сүттің дәмі келе сала тынышталады. 6 айлық бала қарны ашса шыңғырмайды, бірақ тағатсызданып ыңырси бастайды. Анасын іздеп қолын созады. Баланың әр жылағанына анасының келуі арқылы қамқорлық шеңбері мыңдаған рет қайталанып, баланың миында анамның жанында болсам өлмеймін деген ой қалыптасады. Ал 1,5 жастағы бала анасы қасында болғандықтан тамағын сабырмен күте алады. Осылай өз ересегімен бірге болумен-ақ тынышталудың арқасында бауыр басудың ғажап әсері көрініс табады. Ана мен баланы байланыстыратын қамқорлық шеңбері қайталанған сайын қатая түседі. Әр бала ата-анасын алпауыт күшке ие қаһарман ретінде көреді. Бала тынышталып, өзін қауіпсіз сезіну үшін ата-анасының жанында болуы жеткілікті. Сондықтан қандай да бір соғыс, эпидемия, табиғи апат болғанда, бала ата-анасының жанында болса, өзін қауіпсіз сезінеді. Баланың аман саулығы қоршаған ортаға емес, айналадағы қарым-қатынасқа байланысты. Балаларымның өз бөлмелері жоқ, қымбат киім ала алмаймын, күнде жеміс әпере алмаймын деп өзіңізге жаман ата-анамын деп қарамаңыз. Шындығында баланың бақытты болуы үшін ата-анасының жанында болуы маңыздырақ. Ата-ананың құшағы мен мейірім сүйіспеншілігін ешқандай ақшаға сатып ала алмайсыз. Бауыр басудың эволюциялық маңыздылығын алғаш рет ағылшын психиатры Джон Боулби байқаған болатын. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жетім қалған балалармен жұмыс жасау арқылы Боулби бала қауіпсіз жерде, қарны тоқ, көйлегі көк болса да, өз ересегі болмағасын қатты қайғыратынын көрді. Осы зерттеулер нәтижесінде бауыр басудың ересек пен баланы эмоционалдық дәрежеде байланыстыратын бағдарлама екенін дәлелдеді. 1958 жылы Джон Боулби сәби өз адамымен тығыз байланысқа түсуге мұқтаж болады. Бұл қажеттілік тамақтану қажеттілігінен мүлдем бөлек болса да, базалық мұқтаждық болып саналады деп жазған болатын. Бауыр басу теориясы сәбидің ересек өмірге қадам басуы арқылы толық тәуелділіктің өзгеру механизмін көруге мүмкіндік береді.